Ассаляму алейкум, сіздермен хан қызы Керімай. Біз бүгін сіздермен 8 минутта ғана дайын болатын, табада пысатын, өте жұмсақ әрі дәмді пицца дайындайтын боламыз. Ыдысымызға бір жұмыртқаны жарып аламыз, және де 4 ас қасық қаймақ қосамыз. Тұз қосамыз, және де 2 ас қасық өсімдік майын қосатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Массамызға 4 ас қасық ұнды қосып, жақсылап бір келкетіп араластырамыз. Қызып тұрған табамыздың бетіне жақсылап май жағып аламыз. Осы дайын табамызға массамызды құйып, бетін бір келкетіп тегістеп шығамыз. Бетіне кетчуп пен майонезден жасалған тұздығымызды жағып шығамыз. Бетіне жұқалап тура болған шұжығымызды қойып шығамыз. Оның бетіне қызанақты қоямыз. Енді пиццаның бетін үкіштен өткізілген ірімшігімізбен толық жауып шығамыз. Бұл рецепт пиццаның ең тез дайындалатын және өте дәмді рецепт болып табылады. Осы рецептті өзіңізге міндетті түрде сақтап алыңыз, менің арнама тіркеліп кетіңіз. Табамыздың бетін жауып 5 минутқа қалдыратын боламыз. Пиццамыз дайын. Пиццамыздың қамыры өте нәзік, жұмсақ, ерекше дәмді болып шықты. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Балаңыз пицца сұраса, дәл осы рецептпен тез арада дайындай қойыңыз. Менің видеома лайк басып кетіңіз. Сіздерге ас болсын.